Жаңаөзен қаласына барған жұмыс сапарында өңір басшысы Нұрлан Ноғаев Маңғыстау облысын дамытудың кешенді жоспар аясында жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік нысандардың құрылысымен танысты. Сондай-ақ облыс әкімі 120 адамға арналған ангарлық типтегі спорт кешеніне барды. Мұнда волейбол, баскетбол және шағын футбол алаңдары және жаттығу жасауға арналған залдар бар. Жекпе-жекпен айналысуға барлық жағдай жасалған. Маңғыстау облысын дамытудың кешенді жоспар аясында Жаңаөзен қаласында осындай 8 спорт залы және 10 спорт алаңын салу жоспарланып отыр. Сондай-ақ аймақ басшысы қаладағы жаяу жүргіншілерге арнап салынып жатқан аллеяға барды. Онда шағын сәулет нысандары, эко-стиліндегі балалар ойын алаңдары, қол өнершілерге арналған киіз үйлер, арт нысандар, фотозоналар, воркаут алаңдары, су бұрқақтар, көлеңкелі қалқалар, сахна, муралды және сауда павильондары орналасады. Нұрлан Ноғаев одан әрі қазіргі таңда күрделі жөндеуден өтіп жатқан оқушылар сарайында болды. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ғимаратта жастар орталығы ашылады. Онда робототехника, сәндік дизайн, дыбыс жазу, театр, фотостудия, коворкинг, спорттық және тағы да басқа үйірмелер жұмыс істейтін болады. Жұмыс сапарының соңында облыс басшысы Алға спорт клубының мүмкіндігі шектеулі спортшылармен кездесті. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Алға спорт клубы 1990 жылы құрылған. Аталған клубтың спортшылары 11 мәрте Қазақстан чемпионы атанып, Лондон, Финляндия, Польша, Анталия, Камбоджада өткен көптеген халықаралық жастарда жүлделі орындарға ие болып жүр. Жаңаөзен қаласының паралимпиадашылары, Қазақстан ұлттық құрамасының мүшелері және Малайзияда өткен паралимпиада ойындарында қола медаль иегері. Клуб спортшылары отырып ойнау волейболы, жағажай волейболы, үстел теннисі, арбамен билеу және ауыр атлетика сияқты спорт түрлерінен де өнер көрсетеді. Жиын соңында облыс әкімі паралимпиадалық спорт түрлерін дамытуға қосқан үлесі үшін спортшыларды алғыс хаттармен марапаттады.